Бірінші рет гүл өсіргісі келген адамға осы сингоним гүлін ұсынар едім. Өйткені сингоним гүлінің күтімі өте оңай. Сингоним гүлі өрмелеп өсетін гүл. Бұл гүлдің топырағы жеңіл болу керек, және топырақтың 70-80% кеткен кезде су қарып тұру керек. Сингоним гүлі жарықты өте жақсы көреді, жарық жерде тұрса, бұл гүл жақсы өседі. Және горшогын тарғылуды ұмытпаңыздар. Сингоним гүлін жай топырақта да өсірсеңіздер болады, немесе фитильный поливпен өсірсеңіздер де болады. Фитильный полив дегеніміз міне астынан жіппен су ішіп тұрады. Ыдыстың астында міндетті түрде су болу керек. Бірақ фитильный поливке отырғызатын кезінде минеральный грунт отырғызсаңыз болады, немесе верховой торфқа жеңіл болу үшін перлит не болмаса пенопластиковый шарики қосу керек болады. Сонда бұл гүл жақсы өседі фитильде. Сингонимді черенокпен көбейтеміз. Ол черенокты суға салып тамырлатуға да болады, болмаса перлит, вермикулит, жеңіл грунт, верховой торфты да тамырлатуға болады. Бірақ міндетті түрде тепличка істеп қоятын болсаңыз, верховой торфта тамырын тез шығарады. Қазір мен сіздерге мынау сингоним гүлін череноктан қалай көбейту керек екенін көрсетемін. Біз кесіп алған отросток, бұл отростоктан 3 черенок жасауға болады. Черенок дегеніміз міне бір жапырақ бұтағынан осы жерден қалу керек. Мына жерде воздушный корендері бар, тамырлары. Воздушный тамырлар ол ары қарай тамыр болып өседі. Міне бізде қазір 3 черенок болды. Осы 3 черенокты мен верховой торфқа егіп қоямын. Тамырлатуға мен верховой торф агробалт алдым. Агробалтты сәл ылғалдап алдым, қатты шылқылдап кетпеу керек. Және мынау 200 грамдық стакандарды алдым. Стаканның шетін қайшымен тесіп қойдым. 3 стакан. Череногымыз, грунтты, торфты бірінші стаканға салып шығамыз. Стаканды қатты толтырып жібермейміз. Өйткені қатты толып кетсе, мына асты жағы су болып кетеді. Ол жағы кеппейді. Жайғастырып, және жан-жағын басып шығамыз. Дайын болды. Бұны міндетті түрде контейнерге салып қою керек. Тепличка болу үшін или болмаса, мынандай зип пакетке салып қойсаңыздар болады. Зип пакеттің ауасын аптасына бір рет ауа кіргізіп тұрсаңыздар болады. Бұған қатты аша берудің де қажеті жоқ. Осылай жарық жерде тұру керек.